Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті 10-шы сынып. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютерлік ойындардың қатері. Сабағымызға керек мақсаттармен таныс болыңыздар. Сонымен қатар бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар. Компьютерные игры. Компьютер ойындары. Қазіргі таңда сендер өмірлеріңді компьютер ойындарынсыз елестете алмайтын шығарсыңдар. Ең алғашқы компьютер ойынын 1952 жылы Дуглас жасаған. 1958 жылы компьютер маманы Уильям Хиджин Басам екеуге арналған теннис деген видео ойынын шығарған. Стив Рассел компьютер ойындарын 1962 жылы жасайды. Ол ғарыш соғыстары деп аталған. Әрине, бұл ойындар қазіргіге мүлдем ұқсамайтын. Компьютер ойындары өте тез дамыды. Оның жақсаруына көптеген адамдар, программистер, дизайнерлер, суретшілер және тағы басқа мамандар өз үлестерін қосты. Мен ең бастысын қосқым келеді. Достар, компьютер ойынын шамадан тыс ойнамаңдар. Көздеріңді ауыртасыңдар. Менің ойымша спорт ойындары және ақыл ойды дамытатын ойындарды ойнаған әлде қайда пайдалы. Құрметті оқушылар, мәтінді тыңдап болдық. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Тыңдалымда кездескен сөздердің мағынасына сай келетін синонимдерді табыңыз. Құрметті оқушылар, келесі тапсырма тыңдалған мәтінде кездескен термин сөздердің мағынасын ашыңыз. Қатер, ғарыш, құмарлық, тәуелділік. Тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі кезеңге көшейік. Компьютерлік ойындардың қатері тақырыбына күрделі жоспар жазыңыз. Құрметті оқушылар, күрделі жоспар жазуда нені ескеру керек? Мұқият болыңыздар. 3 бөлім жазыңыз. Әр бөлімге 2 негізгі мәлімет жазыңыз. 2 негізгі мәліметке 3 қосымша мәлімет жинақтаңыз.
Құрметті оқушылар, рефлексия кезеңіне де келіп жеттік. Мақсатқа жеттіңіз бе? Өзіңізді мақсат баспалдағымен жүру арқылы бағалаңыз. Плюс немесе минус арқылы. Үй тапсырмасына компьютерлік ойындар қатері туралы Синквейн әдісімен 3 өлең жазыңыз.